Хамо, Диана көзіме шөп салды. Жуырда ғана Астанада қайта қосылған Хамо мен Диана екі жаққа кетті. Ешкім күтпеген жағдай орын алды. Хамрақұл бүгін Instagram желісі арқылы бұрын соңды ешкім күтпеген сұмдық мәлімдеме жасады. Ол сторис арқылы Диананың Астанада көзіне шөп салғанын айтты. Дәлірек айтсақ, Хамо Диананың басқа жігіттермен сөйлескен перепискасын телефонынан көрген. Ол хаттарда жігіттер Дианаға жазған, және Диана да оларға жазған болатын. Осыдан кейін Хамрақұл бәріне нүкте қоюды ұйғарды. Басында не болғанын ашық айтпады. Маған бұларды айту қиын, деді Хамо желі арқылы. Сосын бәрін астарлап жайып салды. Диана Астанада клипке түсуге шақырылғанын хабарлады. Яғни, маған хат жазған жігіт клипке түсуге рұқсат сұрағанын айтты. Бірақ Диана тағы да басқа жігітпен сөйлескенін көрсетті. Диана Серік пен Бұлбұлдың тойына неліктен Хамомен бірге барғанда жасырмай жайып салды. Бүгін тойда бірге боламыз. Енді соңғы күн халықтың алдына шығып күліп жүрейік деп шештік. Бір-бірімізге тиіспей мына екеуі ұрысып неге бөлек жүр деп ойлап қалмаңыздар. Ал дальше әркім өз жолымен кетеді, деді Диана әлеуметтік желіде. Содан кейін Диана жігіттермен хат алмасудың скриншоттарын көрсетті. Ол шынымен перепискаларда жазысқан екен. Бірақ ол өзінің жігіті бар екенін айтып, Хамомен бірге түскен суретін жіберген. Келесі перепискада ол басқа жігітпен клип туралы қалай сөйлескенін көрсетті. Тағы бір хатта тағы бір жігіт Дианамен танысуға тырысады. Келесі перепискада Диана мобилографпен клип туралы әңгімесінің суреттерін көрсетті. Диана бұл да измена ма деп жазды. Содан кейін Диана Хамомен сүйісіп тұрған суретін жариялап, бұл измена емес деп жазды ашуға булығып. Осы жайттардан кейін Диана нақты нүктесін қойды. Мен ешқашан изменят етпегенмін. Алланың ата-анамның алдында тазамын. Тәрбие жақсы берген тфай. Маған жігіттер жазбады емес, жазды, клипке түсу керек болған. Астанадасың ба деді. Иә дедім, тағы 2-3 жігіт бар, жай ғана сөйлескенбіз. Мен келесі стористе бәрін шығарамын, деді Диана. Кейін бүкіл скриндерді жариялады. Ақырында осымен бәрі бітті деп жазды Диана. Естеріңізге сала кетейік. Диана Хамомен ара қатынасын тоқтатып Астанаға аттанған болатын. Бірақ Диананың соңынан Хамо Астанаға қуып барып, онымен қайта қосылды. Бірақ Хамо Диананың бірінші болып тастап кеткені үшін Дианадан кек алды, өтірік қайта қосылды. Осыдан кейін Хамо бірінші болып Диананы тастап кетті. Бұған басты себеп ретінде переписканы көрсетті.